терлеп кетті киімнің бәрі болғаныш. Ал мен косметикам қолға. Папам суретін андай визуализация жасап қойғанмын ғой. Осындай жігіт жолықтырайыншы деп. Так, повседневкаға осы тоналканы қолданамын мен. BB кремді. Так, ал мынау Estee Lauder, мой любимый тональный крем. Бұл енді күшті. Осы крем, тональный кремге ғашықпын мен. Мына реснички эфирға. Шашқа ойлин бәрін несі ғой, бағасы расценкасы. 2,5 мың теңге, екеуі де 2,5 мың теңге тұрады екен. Қолданатын зат. Тағы кішкентай айна бар. Бұл айна бетімді, кірпігімді, қасымды бояған кезде қолданам. Мини сол ма, сол жерден алғам. Мен негізі ауыратын нәрсем бұл очки. Очкилар мазай қапты. Көрінген жерге ұмытып кетем ғой. Машина, такси, отырған жерімде, қонаққа барған жерімде осылай где-то бір 20 очки қалдырып кеткен шығарым. Но мыналарды тағу керек енді. Қыста да таға бересің. Аяқтарда керекті заттарым. Шатас кетеді, мыналарды іліп қоймасам шы. Мыналар қандай әдемі, қараңыздар. Бәрін эфирге тағу керек. Скоро эфирге барам айтпақшы. Қазір мына бөлмеде мен процедураларым болады. Ваннаны аппақ жуып қойдым. Стеклоны сүртіп қойдым. Кірім жуылып жатыр. Туалетім таза. Айтпақшы, туалетке мына Ерсак деген компанияның осындай баньон құйып қоям. Былай. Мен бар ғой бірдеңкені құйсам аямайым ғой. Осын құйып қоям, чтоб иісі шықпас үшін. Айтпақшы, мен қандай порошок қолданады дегендерге көрсетіп қояйын. Мынау. Осыны ылғи алам. Ушастый нянь. Бүткіл жерде осыны алам. Және кондиционер мой любимый прям. Ешқандай кондиционерге изменять етпейтін. Бұл Ленор детский. Иісі күшті. Соңғы кездері шампунь ауыстырайын деп жатырмын. Мына шампуньді маған кеңес берді. Бальзаммен новинка екен. Және де екеуі де қанша 4,050 теңге, 8,000 теңге тұрады екен. Кондиционер и шампунь. Мынау гель для душа Ерсактікі күшті прям. Кокосовый гель для душа мой любимый. Чесночный шампунь. Бітейін деді оны. Тричаптың маскасымен шампунь да күшті. Мынаны ала саған, бұл да жақсы екен. Бәрі сол жарт-жарттан тұрып. Мына Атомидің шампуні, Атомидің ұнаған жоқ маған. Ашқан жоқ шашымды. И гель для душа. Сосын мына жерде. Так, бұл жерде менің пена для умывания. Атомидің маскасы жақсы бетке. Так, уходтарым. Мынау новый гель для умывания. Такси бекен, кстати. 6,000 теңге тұра ма? Прям қатты керемет деп айта алмайым. Болады енді. Не надо этих фраз, этой ночью откровений, и на утро нет сомнений. Дарю тебе ключи, открой сердце. Қыздар, беттеріңізге пенка для умывания алғыларыңыз келсе, міне осыны алыңыздар. Бюджетный. Мысалы, мына жақта қаншама күштілері тұр, бірақ та қатты бір эффект жоқ. Сондықтан да осы Baking Power'ды алғаныздар, оригиналын. Хочу вам посоветовать хороший депилятор, крем-депилятор йогуртовый Батист. Бұл деген, допустим, енді мен бұрын қолымдағы небрежный не дейді, қол волосинки дейді ғой, соны алмайтын өйткені тұра берсін деп ойлайтын, бірақ мен регистраторым, тойда регистрация жүргізген кезде өте нашар көрінеді. Сондықтан осының бәрін алып тастау керек, зато қолым гладкий, әдемі болып тұрады. Қараңыздар, осыны былай жағамыз и где-то бір жарты сағаттай ұстаймыз. Даже 20 минутта жетіп жатыр. Қазір 20 минуттан кейін мен сіздерге қолымды көрсетейін қандай болған. Если что, осы как его, крем-депилятор арзан тұр. Көрдіңіздер ме? Барлығы түсіп қалды кремнің арқасында. Және де где-то бір аптадай осылай өспей жүреді.
шугаринки, лазерный депиляция жасамай ақ қойсаңыздар болады. Қандай керемет! Бұрын ауылда тұрған кезде енді сөздің ашығы керек, аптасына бір рет моншаға баратынбыз, сондай болып өстік қой өзі. Қазір бір күн жуынбасақ жынды болып кетеміз ғой. Адам деген жақсыға тез үйренеді негізі. Таңғаламда. Қазір ванна қабылдап, керемет спа процедураларды өз үйде жасап, қазір міне өзімнің сүйікті маскамды жағып жатырмын. Алдында лагманда бір апта бойы істеп, кәнде майым шығып быт-жыт болып кетті. Енді кухняда істеу оңай емес қой. Повар адамдар көріп отырса, жалпы түсінеді деп ойлаймын. Мынау өзі Марокко деген маска 4000 ба, сондай теңге тұрады. Мынау білесіздер ғой өздеріңіз, корейский жақсы маска. Албасаңыздар болады, прям жақсы көмектеседі, өзіме ұнайды. Сондықтан анда-санда осылай қолданып тұрамын. Және де бүгін бір жаңа постель тапсырыс бергем. Қазір соны бетімнің несін жағып болғаннан кейін жайып сіздерге көрсетем. Қараңыздар, постельге қызығатын кісілер болса. Мынау шоколадный десерт, органическая косметика. Тошки ваннадан алған, иісі керемет енді. Ланком бұл өзім бір жаққа шыққан кезде, прям декольте ашық көйлектер киген кезде жағып алам. Во-первых, парфюмированный лосьон, крем, парфюм қосылған, иісі керемет. Парфюм сепе қойса болады надан кейін. Және де жылтырап тұрады. Мынау шоколадный крем для тела, бұның иісі күшті енді. Мынау банановый, кейф мими. Ал мынау бізде тархун. Польшаныкі, иісі тархун шығып тұрады, үстіңізге жақсаңыз. Және де менің любимый, ешқашан изменять етпейтін Джонсонс